Сәлем достар. Алдыңғы видеода біз Facebook'тың таргетингі жайлы әңгімелескен болатынбыз. Яғни жарнама кабинеті арқылы өзіңіздің нысаналы аудиторияңызға таргетингті жарнама жіберуді қарастырған болатынбыз. Енді Facebook'та тағы өте қызық инструмент бар. Оның аты ретаргетинг деп аталады. Яғни ол таргеттелген жарнаманы көрсеткен аудиторияңызға қайтадан сіздің жарнамаңызды көрсету. Ол дегеніміз қалай? Егер де сіз айталық бір видеоны 10 000 адамға көрсеттіңіз делік. Егер сол 10 000 адамның ішінен сізге Facebook айтып берсе, қандай адам көргенін, қанша секунд көргенін, немесе видеоның қанша пайызын көргенін айтып берсе, сізге қызық болар ма еді? Әрине қызық болады деп ойлаймын. Егер де сіз өзіңіздің тауарыңызды немесе қызметіңізді жарнамалап видео түсірген болсаңыз, және оны сіздің клиенттеріңіз көрген болса, әрине міндетті түрде сізге қызық, себебі сіз кімнің көргенін білгіңіз келетіні анық. Ал Facebook'тың кабинетінде, жарнама кабинетінде, сол сіз жіберген таргетті жарнаманы кім көргендігі жайлы бөлек аудитория жасауға болады. Сол аудитория арқылы сіз сол адамдарға жарнамаңызды ретаргеттеп қайтадан көрсете аласыз. Мысалға айтайық, егер де сіздің видеоңызды адамдар алдыңда жарнамалап көрсеткен видеоңызды 5 секунд көрген болса, немесе 3 секунд, немесе 10 секунд көрген болса, сіз ол адамдарға бөлек жарнамалық кампания жасауыңызға болады. Яғни сізге видео неге ұнамады деген мақсатта бір видео жарнама жасауыңызға болады. Ол дегеніміз не? Адам не үшін сіздің видеоңызды 3 секунд немесе 10 секунд көрді? Яғни сіз осыны сұрап өзіңіздің клиенттеріңізге жарнама бағыттауыңызға болады. Немесе сіздің видеоңызды 100% көрген адамдарға бөлек жарнама, немесе оларға бөлек келесі тауарды ұсынуыңызға болады. Әлбетте, егер де сіздің видеоңызды 100% көрген адам болса, демек сіздің қызметіңізге немесе тауарыңызға ол адам қызықты деген сөз. Сол адамға сіз осы тауарыңыздың түрлерін, немесе тіпті басқа тауардың түрін, немесе қызметті тағы да жарнамалап көрсетуіңізге болады. Және бұл көрсетілген аудиториялардың әрқайсысын Facebook өзінің жарнама кабинетінде есіне сақтап тұратын болады. Сіз үшін жеке индивидуалды аудиторияларды жасап бере алады. Егер осындай нәрселер қызық болатын болса, және ретаргетинг жарнамасы Facebook'та қызық болатын болса, бұл туралы да біз алдағы уақытта қарайтын боламыз. Міндетті түрде скринкаст жасаймыз. Міндетті түрде тікелей эфирге Facebook'та болсын, YouTube'та болсын, міндетті түрде тікелей эфирге шығып, сіздерге осы ретаргетингтің қыр-сырларымен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Сондықтан да келесі видеоны күтіңіздер. Егер сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болатын болса, міндетті түрде осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар.